Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздер Алматыдағы саяхатымызды жалғастырамыз. Сәлем. Қайда келдік, Люке? Қайда келдіңіз? Біздер Алматыдағы Есентай молға келдік. Есентай молға келдік. Есентай мол деген мынау здание, мінекей. Мынау зданияның ішінде не бар? Бұл ойын-сауық орталығы. Ішінде қымбат киімдер, кинотеатр, сосын не бар тағы да? Сондайларда. Ана жерінде жақсы аллея бар. Барып жүруге, серуендеуге. Қазір бірге барып көрейік. Солай ма, Люке? Иә. Бұрын біздер келдік бұл жерге бір рет. Қыстама. Әйтеуір, қызым көрген жоқ. Қызымызға көрсетейін деп алып келатырмыз. Жақсы жерлердің бірін. Есентай молға келуге болады. Ау? Мен бірінші рет келейін деп жатырмын. Енді қызым бірінші рет келіп жатыр. Ендеше қарап шығайық бірге барып. Мінекей Есентай молдың ішіне Откройся деп. Күшті ма іші? Ал келдік Есентай молға. Бұның іші дейтін енді кілең мұндай бренд киімдер ма? Сатылатын бутиктер. Қазір көреміз бағалары қанша, не зат қанша екен. Сізге жоғарыда тағы нелер бар да? Иә. Кинотеатр, тамақ ішетіндер. Бұның іші енді ерекше ма, басқаша ма? Іші деген. Мега басқа, мынау басқа ма? Иә. Жалтырап тұр. Жоқ, жалтырап тұр бұның іші басқаша. Исі де басқаша ма? Сосын деген не ғой, манағы адамдар меганың ішінде шоғыр жүреді ғой. Жерде ондай көп адам болмайды. Иә, ол да бар. Жоғары шығамыз ба? Бірінші төменнен бастайық па? Қарайға не бар? Жаңан жет. Дольче Габбана. Бағасын көресің ба? Дольче Габбана. Ішіне кіріп қараймыз ба? Қарамаймыз да, достар? Жоқ, кете берейік. Мына жақтарды. Мұның бәрі сол ғой. Мына куки немен ал дейді? Гуччи. Гуччи дейді, иә. Бұл жерде аяқ киімдер, кроссовкілер, сөмкелер бағаларын қарайық. Шал. Не деген бұл? Дольче Габбана бұл да. Иә. Мына кроссовкілерді көрейікші. Бағалар жазылған ба? Жазылған бар шығар. Бағалар жазылған ба? Бағасыз бар ма? Бұл нелердің іштеріне кіріп, видеоға түсіруге болмайды екен. Енді сіздерге сырттарынан көрсете аламыз. Болмайды деп айтып еді, ол несіне болмайды? Сатып қалған заттары бір керім, бір секретный объектте жүрген сияқты да бір. Мына магазин. Өзінше солай ол көрінгісі келеді да, ол көрсетіп жүргенде болады ғой, не тұр онда? Жердегі сөмкелердің бағаларын көрейік. Сондай қандай жоқ. Несі жоқ? Қандай Жатсап сондай ма не? Бағалар жазылмаған ба? Мына сөмкелер қанша мысалы? Мына сөмкесінің бағасын айтып жіберейікші. 1.600.000. Мына 1.600.000 теңге. Так, өте жақсы. Мына кішкентай іші? 1.260.000. Так, айырмашылық қат. Мынау қандай не? Қандай бренд? Қалай? Ценна? Селла? Бұрында Сен-Лоран болған, қазір Сен-Лоран. Сен-Лоран. Қандай? Французский брендтер дейді. Ал мынау көйлектер ше? 953.900 теңге дейді. Бұл көйлектің не? Бұл да не ма? Жаңа французский ма? Бұл да французский бред. Матасы не? Шелк, таза жібек болсам да. Да, күшті. Қалай адамдар алып жатыр ма? Алам адамдар күнде қалай? 2 көйлек өте ма? 3 көйлек, 4 көйлек өте ма? Күніне қанша көйлек өтеді? Неше көйлек өтеді? Өтетін болып тұр ғой. Біреу өтетін шығар күнде, өтсе онда да. Джинсы кәдімгі таза джинсы ма? Көрініп тұр, иә? Таза джинсы екен. Бұл қанша? 450.000-нан жоғары. Рубашкаларда. Рубашка қанша? 100.000 шығар? 500.000? Рубашка ма? Оқты. Жумайсың, кие бересің десе шүкір болмайды деп. 500.000. Вот.
Костюм 1.503.000 екен. Тек костюм өзі ма? Костюм, дара костюм. Күштеген бағалар. Туфли ше? Мына туфлин бар. Ой, кешіріңіз, 400 мың деп тұр. Мына туфлилер әдемі екен, ә? Мына туфли ерекше екен. Түсі ерекше екен. Түсі де әдемі. Бұл да 405 мың айналасы болып тұр ғой, иә? Мынандай фирма ғой, міне. Saint Laurent деп тұр екен. Рахмет. Мына бәрі сол сіздердікі ме, басқа ма? Анау. Gucci дейді. Gucci. Бұл жерде не екен да, андай бағаларын жазып қоймайды екен. Негізі жазылып тұр, бірақ қарауға болмайды дегесін. Жоқ, мына Мына жерлерде. жерде не ма? Алтындар ма жетті? Жоқ, көрінбей тұр көзге. Кеп кішкентай бриллианттар ма бірден нәрселер ғой. Кейбір жерлерде болмайды, кейбір жерлерде болатын сияқты түсіре беру. Үйлескенін түсіре береміз ғой. Иә, мына үйлескенде. Мына жерлерде бағалар жазылмаған енді. Көйлектің өзі 1,5 миллион болса, мыналардың бағалары енді. Қай көзі болмайды шығар. Қазір мына жерде Маймыл футболкаларды сыныптың қарап ұстап отыр ма? Maymun sıkıntısı var. Әне, футболкаларды, көйлектерді қарайықшы. Не футболкалар? Түрі жақсы екен да, şimdi көрініп тұр да. Көрініп тұр, қымбат екен. Қытайдың заттары сияқты емес, басқаша. Материал алыстан көрініп тұр ғой. Джинсилер де басқаша екен. Cinsiden tükülgen cins oldu mu? Иә. Көрініп тұр, қымбат екен. Дұрыс сат екен. Бағасы жоқ. Aşı. Көзін көре ме, Анжо? Bazı var. Жоқ, інтер. Қанша дейді? 900. Жоқ, бұл. 400 мың. 400 мың. Қараш, бірақ күшті. 400 мың 100. 400 мың 100. Aşı. Мына футболкаларда көрініп тұр, алыстан ұстамай-ақ көрініп тұр ғой. Иә. Солай ма? Иә, бұл жақсы екен материал. Неше түрі бар? 296 мың Салбар. джинсы. Ал көрермендер осындай қымбат жер бұл. Бірақ қымбат заттар екен көрініп тұр материалынан. Мына футболканы көрсетейін ба? 245 мың 400. 45 мың 400. Жұмсақ материал күшті. Кәдімгі не? Мақта екені көрініп тұр екен, ештеңе қосылмаған. Солай ма? Иә, күшті. Бірақ ол бәленбай мыңға қымбат алып аласың да, сосын бір киіммен жүрмейсің ғой. Енді ай сайын алатындар бар шығар. Ya kofta. Бар шығар емес, бар ғой ай сайын алатындар. Иә, өтетін болып тұр ғой. Мына футболканы көрейік. Бағасы жазылмаған. 216 мың. Не, фуражканың бағасын қара жіберейін. Көз көрмейді ғой. Қара жіберші. Қанша? 240 мың 500 ба? 500. Ең кішкентай нәски мысалға да. Қанша? Қанша екен? 11.800. Бір нәски 11.800 теңге. Ona kalmasın. Ой. Кисең жыртылмайды, бір 13.800. нәски алсаң 10 жыл киесің ойма. Мына нелер? Мына үлкектер ғана нелердің, костюмдердің нелері ғой андай. Қымбат үлкектерде. Бұндай бренд. Футболка ма? Ерекше андай не шығар? Эксклюзив болар. 187 500. Adam Міне осындай мына. Ше. Бұл жаңағы айтқан. Есентай мол. Yo. 119.800 номер. 198. Таза былғары шығар. Күшті. Мына үшін ерекше екен. Не бар? Кетінде? Қандай? Басқа жоғарыларын қараймыз өй. Жоғарыға шығып берейік. Лайық кимші. Ага. Қарай бергің келеді екен де бәрінде. Жақсы заттарда екен. Мыналардың әдемі сияқты ғой. Әдемі емес, бірақ материал жақсы ғой. Қанша дейді? Неше мына көзім жетпей тұр. Бұлдырап тұр несі? 50% жеңілдік дейді ғой.
жоқ қарашы бағасын. Başladım abi. Мен ана көрші жұмсақ екен қарашы. Күшті. Bu kәдімгі болғар. Иә, күшті да? Kәдімгі натуральный болғар. Parası 388.100. 8100 дейді. Ал мына жерде кроссовкілерді қарайық. Бас темір ма? Кензо дейді. Мынаны Жаңағы неміс па? Строительный. Аманы, апор ғой. Жұмысқа кететін сияқты. Ну они несіне? Білмеймін қарашы бағасын. 505 мың дейді. Қаншаdır? 327.300. Мына 505. Күшті екен. Не дейік? Жоғары жақтарға қаратайық, барайық. Жоғары жаққа ана жерден шығамыз. Bunlar. Біздер жоғары қарай шығып жатырық. 3-ші этаж сияқты да? Үш па? Yok Türkçe. Жоқ. Türkçe taşsak. Мынау 3-ші этажға келдік, тағы да 4-ші этаж бар. 4-ші этаж бар. Мына жерде люстралар бар ма не? Нері әдемілік ұстап қойған ба? Қайда? Артында. Acımlık şunu koyalım. Жерде Олар әдемі жоқ нелер сатылмайды. Свет жарық болу үшін сатылған. Мына жерде не бар ал? Міне етіктерді қарашы. Магда үйттірім дейді. Саламатсыз ба? Мына етіктің өкшесі ерекше екен, мына қара. Алтын ба? Мына несі бар, материал бар, көрініп тұр ғой. Басқаша екен. Жұмсақта. Бағасы көріне ме оның? Қарашы. 300. 80 мың 500. 362.300. Нормально, жоғары жағы арзандау емес Мынау па? емес па? Мына мен ыңғайсыз емес па жүру? Жоғары жағы арзандау ма? Мына туфлиді қараңыз. Бірдей ғой. Мына ерекше заттар көзіңді тұршы. Мына қанша? 310.600. Ал, işte. Сондай тәпішке дейсіңдер ма мысалға? Жоқ. Ерекше ғой. Бұл тәпішкінің өзі 247.500. Керемет. Olma şarap. шляпа киіп қарайын ба? Шляпаны қарашы. 25% скидка дейді ғой. Ал өзінің бағасы қарашы. Міне жазылып тұр. 262.500. 262.500. Ой, үнжу кимей ақ қояйық. Так, тағы да не қарайық? Мына жерде жакеттердің бағаларын қарайық. Безрукавкың бағасын қарайын. Сумка ма? Иә. Сол қоржын сияқты ғой. Мынаның материалын қарашы. Вообще. Бөлек па? Ұстап қарашы. Қай бағасың? 223.100. Жүр жұмсақ жібек сияқты. Күшті да? Мына жерде ана үстінде киім жоқ сияқты ғой, жеп-жеңіл. Иә. Негізі шынымен де өшеге келіп алу керек екен. Солай ғой. Үш жерден киіну керек қой негізі. Кәдімгі бөлек базардағы басқа, мына жердегі басқа материалдар. Осындай киімдер, заттар, осындай бағалар. Енді күшті киім керек болса келіп өшелерден келіп қарауларыңызға болады. Да? Келіп ұстап қарап тұрсаңыздар белгілі базардағы зат пен мына жердегі заттың бағасы. Орамалшы. 134.100. 34. Мына Мына орамал басқаша ма? Басқаша болды. Цветі де бөлек. Қанық па бір. О. ойыншық сумка сияқты ма? Күшті, күшті. жазылып тұр екен. Күшті. Не көреді? Бәрін көрдік, енді 4-ші этажды көрейік. 4-ші этажда не бар екен ба? Өзі 4-ші этажда не сияқты? Кинотеатр анау мынау сияқты. Қарайық та. Тона жақ шетіне қарап кетеміз бе? Ой, кинорифон ғой, киімдер бар. Қарайық. Ар жақтарын қарап кетейік. Ана жақ шеттеріне қарайық. Андай нелер бар, парфюмдер. Көрейік, парфюмдерді көрейік. Не ол? Мына пальтоның цветін көрші. Әдемі да? Түсі ерекше екен. Қанық кәдімгідей. Сосын андай материалда. Бағасы не дейді? 1.833 мың. 1.833 мың мына пальто. Күшті ма? Versace дей ма? Versace. Versace. Мыналарында андай не түрі бар ғой базарда кәдімгі 4-5 мың түрлері бар ғой. Тап осындай түрлері бірақ мынау 1.704 мың. Кеттік басқа жерге барайық тағы да. Жүр. Не болды қызым? Кешкенеге киетін көйлектер ма? Сондай ғой. Вечерний көйлектер, тойға киетін көйлектер. 654.200. Нормально екен. Нормально ма? Дегендер нормально екен. Жақсы ма?
Менің көзім қызылға түседі ғой енді. Мына енді үстіге киінген ауыр болып тұрады шығар. Тастары ма? Салмақты ма тастары? Иә. Олар 400-600 минут. Басқа жағын қараймыз ба, жоғарыны қараймыз ба керек пе? Жоғарыға шығайық деп. Қай жерден шығамыз? Жоқ. Менде бар. Бірақ ауылда деп қойсайшы. Мінекей 616 мың мына джинсы. Дара өзі сияқты. Жер 10 миллионмен келіп киіну керек қой. 10 киім алатын дейсіз тек қана. Иә. 10-12 киім келеді. 10 миллионға. Ал. Осындай баға жоғарыда не бар екен қарайық тағы да кішірек болса. 4-ші этажы. Кетсіңдер ма? 4-ші этажда жаңағы киімдерге тап болдық. Жалтырақ киімдер екен мына жердің көбі да. Қара. Жылтыр киімдер. Қайсы? Мына жердегілер. Былай. Бәрі жылтыр. Қымбат тастардан тігілген киімдер шығар. Тасы киімдер. Менің қызым бірдеңе қарап жатыр. Жұп-жұқа іші көрініп тұратын киімдер ме? Жоқ, ішінен майка келеді ғой енді. Майкалар. Мына пижам ба? Мықты. Бағасы қарап едім, тау жазылмады. Көйлегі бар, шалбар бар. Аппақ шалбар ма? Қалың да? Жоқ, мына жері мынандай жау-жалпақ, баяғы андай. Нағыл дейтін еді? Кала-кала. Кала-кала. Мына жерде андай өзгеше заттар көп сияқты. Иә. Айттым, 10 миллионмен келесінде. Ең обыкновенный простой майчиклер қанша екен мынандай? Футболка майкалар. 55.300 теңге дейді ол. Шортымен ба? Жоқ, шортик бөлек. Ол қанша дейді? Мама. Жоқ па? Үнже мынау күшті екен да, қараш? Қазір модада осылай. Енді киімдерді көрсеттік қой да, басқа ерекшеліктер бар. Болса көрейік, түсірейік, болмаса тағы да басқа жоғары этаждарында не бар екенін қараймыз. Мынандай спортивный заттарды сататын жерлер бар. Спортивный киімдер, велосипед. Велосипедтің бағасы болса. Жазылмаған да бағасы? Жазылмаған екен. Сондай. Сумкеде жазылған ба? 51 мың. Қоштек 51 мың ба? Иә, 51 мың. Арзан екен. Солай ма? 51 мың болса арзан екен деп қалсың, шынымен де. Сумка ма мынау? Шаңғы сияқты екен. Здравствуйте. Саламатсың. Велосипедтің қанша? 719. 719. 720 мың болып шық. 720 мың. Не ол? Басқа кетмәнде не ол бар? Каска ма? Иә, велосипедке келетін. Велосипедке ма? Мотоциклге ма? Велосипедке. Велосипедке ма? Купальниктер. Мындайда курткалер. Киімдер жағын бәрін аралап болдық. Енді жоғарыға 5-ші этажға келдік. Мен өзі 5 этаж ба не сонда? Солай болып тұрған. Тамақ жейтін жер бар ма? Сынтай мол. Жоғардың бәрі кафелер сияқты ғой. Іш шығып жатыр ма? Уже тамақтың иісі шығып жатыр. Осы жерде не бар ғой еще? Кинотеатр. Мына жоғарыда кілең тез тағамдарда тамақ жейтін жерлер. Театр деген сияқты. Кофе дейді. Сондай жерлер. Бургер, кинг тұран. Ана жерден сыртқы видті көрсетші, күшті болып тұр екен. Сыртқы, иә. Терезенің даланы көрсетеміз ғой, қазір көреміз. Күшті екен да? Жалын ал дейді. Anytime кафе дейді. Кепси бар екен. Мама Мия бар екен. Мама Мия дейді. Кепси бар. Мама Мия дейтінде осы біреудікі одан, жұлдыз біреудікі ма? Сондай бір сияқты, иә, біреудікі. Қазір даланы көреміз. Мына жерден сыртқы келбет. Тау жаққа. Пистидаш. Қызым, тасташ қызым. Езеттер ғой? Мармеладтар ғой? Мармеладтар. Ол болмайтын заттар, мармелад дегендер, білесің ғой? Қолмен ұстауға болмайды.
Bu жақта кинотеатр. Иә, қарап кетті. Мен атын ұмытып қалдым ал, соңғы өткенде барған кином жақсы болды. Той бірдеңе ме? Любой проблеманы шешеміз дейді ғой. Киноның аты ма? А? Киноның аты? Иә. Хорошо, не бар екен. Сәке қызым киноға кірейік деді. Киноға кірмей тұрып, не болғанбыз жаңа? Бірдеңе алып алайын деп кетті. Бұл емес, қанжықта емес пе? Жоқ. Осы ғой. Маяқта отыр. Бар ма басқа? Дұрыс, осының ішінде екен ол супермаркет. Сен басқа магазинде ойлап қалдың ба? Керек заттарында. Су анау мынау да жейтін. Солай ма қызым? Черешкамен не көтересің? Не жерде кірім фрукт пе овощтар. Не жерде де кірім. Помидор қанша қызық үшін қарап кетейік. 100 граммы 120 теңге ме? Қияр 110 теңге 100 грамм. 1100 ғой сондай келесі. Сен жердің бағаларын көрсете берші. Иә, давай. Не таптыңдар? Білмеймін, баунти алып жатыр. 540 теңге екен. Мынау 0,5 440 теңге. Қызым тегіс алып жатыр. Алды. Сосын андай нелер қарап едім. Жейтін бе? Жейтін бірдеңе қарап едім, андай. Ештеңе таба алмадым. Қолайлы жоқ қондай. Ал жер. Шайк. Жаттамыз алып шықтық енді биге тауып арамыз Киноға алып кеттік қарайық. Бұл жерде шай ма келең? Шай үшіне қайнатайын деп береді сияқты. Жоқ, қой, сататындар ғой. Жүр кеттік. Ал жүр кәлім, уақыт оқып қалған сияқты. Кіретін. Демін. Бешемен бір күтіп өтсеш. Ішінде ешкім жоқ екен, оңаша тұрасың, тұрып отырған дейсің ба? 4-ші дарға көтеріп бардық. Минус 1-ден. 4-те қада? Кез келесің да? Скоростной. Біздер бұрын келгенде кинотеатрға келгенде ана жердегі залдарға келеді. Жоғарыдағы зал деген қызық екен театр. Жоғарыдағы зал дейді, 9-шы зал дейді. Так, киноның аты не? Бітпейтін той. Билет қанша? 2800-ден де. Осында 2800 деп тұр ма? В общем, үшеумізге 7400 теңге алып. Сіз біреу детский қой. Алып қой. 9-шы зал дедім. Бітпейтін той, қазағымыздың тойы бітпесін. Зал осы. Залда адам жоқ. Ана жерде 2 адам, ана жерде 3 адам, 5 адам отыр. Рахат. Бізбенен 8 адам. Мен местің қайсы деп кеттім, бәрі осы ғой. Мен жер дүниенің әміршісі. Киноны атқылайды. Жить в таком современном, роскошном, уютном доме всегда было наше. Я бұрын хозяин радик деген сияқты ғой. Здесь действительно, это дом моей семьи. Кинодан шықтық, дәрігіліке. Кино бітпей тұрып шығып кеттік. Ол киноға бар ғой, келмей қойыңыздар. Аты қалай дедім? Бітпейтін той. Өтірік кино, бір зат қайталай береді. Мен жоқ, мағынасы жоқ. Тіпті барған жер шаршап кеттік қой, шаршап. Ол киноға келмей қойсаңыздар болады. Дым мағына жоқ қой. Мағына жоқ, иә. Біз қазір енді күшті жерге келе жатырмыз, қазір көшті. Мынау манағы айтқан Есентай молдың қасындағы аллея. Шүйде күшті тынып, демалып жүруге жақсы жер. Жол жасап жатыр, соның шу ана жерде. Ана жерде жолды жасап жатыр. Сол үшін гүж-гүж қайнап жатыр ана жерде. Иісті де бүлдіріп тұр екен да? Иісті де бүлдіріп кетті. Мына жақтан шығуға болады екен ғой. Ал осындай жерде әдемі тамаша атмосфера мына жерде демалып отыруға. Тек шулы болмаса. Тек ауаны бұзып тұр ма, асфальттың иісі бар кәдімгі. Бүгін адамдар көп екен, Бірақ күнде бола бермейді. Келіңіздер осы жерге қыдыруға, демалуға. Есентайдың жаны. Ортасы, айналасының бәрі ресторан. Жерде кафетерия бар. Мынаның не екенін білмедім, бірақ мынау Мариот дейді. Гостиница ма? Гостиница Мариот дейді. Тоже гостиница шығар. Гостиница сияқты. Жаңа гостиница емес, бір банк па бір нәрсе ол, ұмытып қалдым бірақ не екенін. Көрейік қазір барып қараймыз ба? Бұл жерде адам көп демалып жүрген. Ана жерде мінекей кафетерия, кафе бар тағы да. Отырады, далада отырып. Шулап отыр ма? Ал жүріп қарайық нелер. Фотоға түсейік. Қызымды үш жерде көрсетейін деп алып келдім негізі. Мына жерде банк десем, жоқ банк емес, басқа бір нәрсе кетті.
ішімдік ішетін жер. Бізге қызық емес. Ана жер мынандай, ана жерде неке далада отыратын тамақтанатын жер, кафе. Не болды? Бәрі айналаның бәрі ресторан ғой деймін да? Жердің бәрі сондай я. Біз алдында дейтін салқын кезде келдік қой, көктемде ме, күзде ме, сонда болған жоқ қандай кафелер. Иә, бәсе. Даладағылар. Вообще ондай болған жоқ. Жоқ, не сияқты. Құмыра сататын жер ма? Жоқ, жасайтын жер сияқты. Қалай жасайды? Там қолмен ане балшықтар сияқты немен. Отырып па? Ой, ондай емес, сататын жер ғой. Сувенирлер сататын жер ғой. Сувенир сататын жер. Крем, құмыра, андай нелер ғой. Сетинник сияқтылар. Жоқ, отыратын жер. Восточный кафе. Мә, сататын жерде қойсын, мына жерде не ғой? Кафе ғой? Ресторан ғой. Иә, ресторан. Иә. Сен ана мынандай толықтырғанға құмыра деп ойлап қалдың ба? Исентай деген жазу ғой мына жерде. Ха? Мен қызыма ұнамай қалыпты. Ұнамай кетір ме енді жүкені? Жүкі андай ойнайтын жерлер керек болып тұрған сияқты ма? Сондай ма? Иә дейді. Парктерге андай қалай еді? Нер фантазия деген сияқты. Жерлер керек, иә. Мынаның іште ресторан ба екен? Фотоға түспейсіңдер ме жеге? Түсейік. Міне кілең жастар. Бірақ мына жердегі жастар бар, кілең темекі тартатын, андай кілең қызық-қызықты. Иә. Мына жердің ортасы да. Иә. Мына жердің жүретін адамдар. Сондай адамдар ма? Қызық өкінішке орай. Оларды түсіріп жатқан жоқпын, бірақ көп жаңа темекі тартқан. Осы айтпай қойын. Иә. Ал достар, бізге лайк, комментарияларыңызды ұмытып кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.